Қайырлы күн, эфирде IT подкаст. Бүгінгі біздің қонағымыз Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің профессоры, техника ғылымдарының кандидаты Сахыбай Тынбаев. Студиямызға қош келдіңіз. Сіздің ғылым жолындағы еңбектеріңіз бізге белгілі. Жалпы бүгінгі сұхбатымызды сіз үшін ғылым жолы қандай болды деп бастасақ? Енді мен бастағанда оқуға түскенде геология мамандығын дайындағанмын. Өйткені үйдің қасында сол геологический партиялар болды. Солардың жұмыстарын каникул кезінде барып көріп қызығып жүрдім. Сол күн мектеп бітіргеннен кейін политехническийдің геология факультетіне түстім. Сөйтіп 3 жыл бойы енді белгілі ғалым геологтардың бәрінен салдым. Керемет. Өз тілдігінің мамандары, академиктер, Бок, Шлейген дегендер, Медоев, Георгий Сараевич дегендер. Сол бір күні практикаға жіберді мені. Көкентауда, Семей облысында урановый месторождениенің разведочный шахтасына жіберді. Осы компьютер туралы Россиядан шығатын газета, журнал газет деген бар. За рубежом деген. Сол За рубежом деген журналды мен апта сайын шығады. Ешқандай жібермей оқытып. Сонда компьютер деген не, ол қалай дамып жатыр, онда қандай проблемалар бар. Соны көп қызықтым мен. Соны оқып жүретінмін, сол есіме түсті. Үйсіға келгеннен кейін практикадан сразу ректорға бардым. Мені қабылдасаңыз деп заявление жазып. Ой, Сахыбай, мен сені білем ба, сен оқып кетесің. Өйткені бұл ускоренный курс. Өте сабақтары тығыз болады, қиын болады деді. Сен бірақта мен білем, сен оқып кетесің деді. Сөйтті дағы 30 адамды алып қалған екен, 30 адамды 31-ші қылып мен зачиследі. Оқу басталып кетті. Декан ол кезде академик Жолдасбеков болды. Ол күн айтты, бітіретін кезде, Сәке деді, Сахыбай деді, оқуға жіберсем қалай қарайсың деді. Қай жаққа дедім? Бауманға деді. Жүрегім су ете қалды. Бауманға бардым. Онда машина уже Минск 2 деген бар. Полпроводниковый екінші болды машина. Бардымдағы тек соған кірістім мен, стажировканың кезінде. Күндізін сонымен айналыстым, оқыдым, үйрендім дегенде. Сол Минсктің негізінде мен оқыту жүйесін жасадым. Мен диссертациям сол болды. Диссертация жазып қорғап, политикаға қайтып келдім. Сол Бауманнан басталды енді, ғылыми жұмыс істеген. Сіздің кезіңіздегі ғылыммен айналысумен қазіргі таңдағы ғылымның айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Енді қазіргі бұрынғы кезде оның инструменттері ограничен еді ғой енді. Осциллограф бар, паяльник бар. Анау радиодетальдарды аласың, өзің жинайсың да, соны зерттейсің. Қазір тек компьютер арқылы, сапыр арқылы. Компьютерді жақсы білуің керек. Содан кейін бар, қанша программалар бар, қазір жасалып қойған. Қанша дайын заттар бар. Қазір искусственный интеллект деп отырмыз ғой. Оның бәрін қолдану керек қой. Оның бәрін жаңалығы, соның бәрін білуіміз керек. Солай қазір күрделеніп кетті ғой. Просто қазір бірден мінекей мен ғалым боламын, айналысып мынандай жаңалық аша қоямын деген өте қиын ол. Жас ғалымдарға қандай ақыл кеңес айтар едіңіз? Енді жас ғалымдарға ізденсін, оқысын. Анау интернетте басқа развлекательный несіне қарамасын. Міне өзіңе керекті наукаға керекті заттарды, информацияны, мәліметтерді іріктеп алып, бір жүйеге келтіріп, солармен айналыссын. Қазір сіздің докторанттарыңыз қандай ғылыми жобалар істеп жатыр? Енді мен де бірнеше направлениемен жұмыс істеймін. Бірінші, жаңа компьютерлердегі орындатын бөлу операциясын жеделдету проблемасы бар. Ол енді шетелде бар, Америкада бар, бірақ та оның кемшіліктері де бар. Соның басқа варианттарын ойлап, содан проект жасап, проект бердік. Сол проектте менің докторантым жаңағы Сымбат айналысып отыр, Маманова. Бірінші бір бөлігін өзі жасап, журналға жібердік. Енді соны арма қарап дамытып, қазір Казгудың балаларымен бірге отырып, соны және жасап жатырмыз. Жылдың аяғына дейін соны бітіреміз деген сөз бар. Осымен сұхбатымыз тәмам. Сіздің деніңізге саулық тілейміз. Ғылымдағы табыстарыңыз еселене берсін. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта болған техника ғылымдарының кандидаты Сахыбай Тынбаев және жүргізушісі мен Шалқарқызы. Келесі кездескенше.